Сәлем достар, бүгін біз 161-ші Educational Code Force раундын талдайтын боламыз. Тапсырмалардың орыс немесе ағылшын нұсқаларымен сіздер codeforce.com сайтында таныса аласыздар. Бірақ менде олардың қазақша аударылған шарттары бар. Талдау бастамас бұрын менің Telegram каналым мен осы Telegram каналының чаты бар екенін айтқым келеді. Себебі сіздердің бір сұрақтарыңыз болса, сіздер чатқа кіре аласыздар, және де сабақ материалдары керек болса, олар осы есептерді талқылау каналына жүктелетін болады. Онда бастайық. Бізде ол тапсырма A необычный шаблон деп аталады. Шектеулеріне қарасақ, ол 2 секунд, 256 мегабайт. Бізге ABC жолдары берілген. Барақтары N латын кішкентай әріптерінен құрылған. T деген жолды тапсырма бойынша құру қажет. Латын әріптерінен құрылған. Сол жол бізде ABC жолдары үшін үлгі болып келеді. T үлгісіне жол сәйкес келуі үшін осы ережелер орындалуы тиіс. TI кіші әріп болса, онымен салыстыратын жол әріпі оған тең болу керек. Ал TI латын үлкен әріп болса, онымен салыстыратын жол әріпі оған тең болмауы керек. AB жолдары сәйкес келетіндей, бірақ C жолы сәйкес келмейтіндей T үлгісін құрауға мүмкін бе деген сұрақ бізде есепте бар. Мысалдарына тоқталсақ, N 1 болған жағдайда және де A жолы A-ге тең болғанда, B жолы B-ге, және C жолы C-ге тең болғанда. Жауабы yes, себебі біз үлгі ретінде T тең үлкен C, латын үлкен C әріпін ала аламыз. Сонда A-B жолдары үлгіге сай келеді, ал C жолы керісінше сай келмейді. Себебі бірінші әріп C болса, демек үлкен C болса, латын әріпін үлкен C болса, онда үлгіге сәйкес келуі үшін бірінші әріп кішкентай C символына тең емес болуы тиіс. Ал бізде C жолының бірінші символы C әріпіне тең. Сондықтан жауабы yes, сондай үлгі бар. Әрі қарай бізде бірінші жол AA, екінші жол BB, және де үшінші жол AA болған кез. Жауабы no. Себебі сондай үлгі құрау мүмкін емес. A жолы C жолына тең болып тұр. Сәйкесінше C жолы T үлгісіне сай келмесе, A жолы да сай келмейді. Демек, C жолы T үлгісіне бірде-бір ауытқу болса да, сол ауытқу A жолында да қайталанады. Демек, осы тапсырма басында айтылған AB жолдары сәйкес келетіндей, бірақ C жолы сәйкес келмейтіндей T үлгісін құрау мүмкін емес. Себебі C сәйкес келмесе, онда A де сәйкес келмейді, ал A сәйкес келсе, C де сәйкес болуы қажет. Сонда есеп шығаруға келейік. Бізге T үлгісін құру емес, жай ғана оны құрастыруға болатын немесе болмайтынын анықтау керек екенін ұмытпауымыз қажет. Өзімізге қай кезде T үлгісін жинауға болмайтын сұрағын қояйық. Ол бізде CI тең I немесе CI тең BI шарты әр I үшін орындалса ғана T үлгісін жинауға болмайды. Себебі сол жағдайда C үлгіге сай келмесе, демек C жолы T үлгісіне сай келмесе, A немесе B жолы да осы T үлгісіне сай келмейді. Оны мен алдыңғы мысалмен дәлелдеген, түсіндірген. Демек, осыған сүйеніп, біз кері шартты
қоя аламыз. Демек бізде ci тең емес i және ci тең емес bi шарты орындалуы тым болмаса бір рет кездессе, жауап yes. Орындалмаса, жауап no болып қалады. Коды осында берілген. Асимптотикасы о тең болады. Демек, өтіп сізге көрсетейін. Жай ғана осы шарт орындалса, мен boolean okейді true деп белгілеймін. Окей true болса yes, болмаса no деген жауап шығарылады. Демек, тапсырма шешілді. Жалпы уақытта о тең асимптотикасы. Себебі тек қана бір цикл бар, ол бізге 0-ден n-ге дейін болып жүреді. Келесі тапсырма ол бізде би тапсырмасы. Формирование треугольников деп аталады. Шектеулеріне қарасақ, ол бізде 2 секунд, 256 мегабайт. Формирование треугольников. Бізге n бүтін саны бар, n бүтін натурал саны бар A массив берілген. Осы массив элементтерін таяқша деп атайық. I таяқшаның ұзындығы 2-нің AI дәрежесіне тең. Осы таяқшаларды қолданып, қанша тәсілмен үш бұрыш жинауға болады деген сұрақ есеп шартына қойылып тұр. Мысалдарға тоқталсақ, бізде таяқша саны 4-еу және де массив элементтері осындай. Демек, осы бірінші таяқшаның ұзындығы 2-нің 3-ші дәрежесі, 2-нің екінші дәрежесі, ал 3-шісінің ұзындығы ол бізде 2-нің 1 дәрежесі, 4-шінің ұзындығы 2-нің 3 дәрежесі. Осы мысалдағы жауап 2. Себебі біз тек 2-нің 3-ші дәрежесі, 2-нің 2-ші дәрежесі, 2-нің 3 дәрежесі ұзындығы бар таяқшаларды қолдануымыз бір тәсіл. Ал 2-нің 3 дәрежесі, 2-нің 3 дәрежесі мен 2-нің 1 дәрежесі ұзындығы бар таяқшаларды қолдануымыз ол екінші тәсіл. Басқа үш бұрыш құру тәсілдері жоқ. Есеп шығару жолы. Үш бұрыш жақтарын ABC деп белгілейік. Сонда біз математикадан білетін шарт орындалуы тиіс. Демек, әрбір екі жақтардың ұзындығын қосындысы қалған үшінші жағының ұзындығынан артық болуы тиіс. Сол кезде ғана біз үш бұрышты құрай аламыз. Демек, осы үш шартында жазылған әрбір екі қабырға қосындысы қалған қабырғасынан артық болуы. Енді бізге берілетін таяқшалардың ұзындықтары 2 натурал санының қандай да бір дәрежесі. Сол үшін бізде тек A тең B, B үлкен C ережесі орындалса, немесе A тең B, B тең C ережесі орындалса, үш бұрыш жиналады. Осы тұжырымды дәлелдейік. Неге A тең емес B, B тең емес C, A тең емес C болған жағдайда үш бұрыш құрастыру мүмкін емес. Демек, әрбір үш бұрыштың жағының ұзындығы әртүрлі болып келгенде, әртүрлі бүтін сан болып келгенде, неге мүмкін емес? A тең 2-нің n-1 дәрежесі, B тең 2-нің n дәрежесі және де C тең 2-нің n+1 дәрежесі жағдайын қарастырайық. Сонда A қосу B артық C шарты орындалмас. Оны осында дәлелдейік. Осы шартты біз өрнектеп, осы қалыпқа дейін жеткізе аламыз. Демек, мына жақтарын қысқартып, 2-нің n-1 дәрежесі, 2-нің n-1 дәрежесі тең болғандықтан, екі жағынан қысқартсақ, бізде 3 кем 4 деген шарт қалады. Демек, басында болған осында көрсетілген
осындай шарт орындалмайды. Керісінше, осындай шарт орындалуда. Демек, үшбұрыш құру мүмкін емес. Неге A тең B, B кіші C болған жағдайда үшбұрыш құрастыру мүмкін емес? A тең 2-ның n дәрежесі, B тең 2-ның n дәрежесі, C тең 2-ның n плюс 1 дәрежесінің жағдайын қарастырайық. Сонда A қосу B артық C шарты орындалмас. Себебі 2-ның n дәрежесіне қосындысы 2-ның n плюс 1 дәрежесіне тең болады. Яғни оны өрнектеп, осы қалыпқа жеткізе аламыз. Ол бізде 2-ның n плюс 1 дәрежесі тең болады 2-ның n плюс 1 дәрежесі. Демек, бізде A қосу B артық C-дан деген шарт орындалмайды. Бізде ол тең болып келеді. Демек, үшбұрыш құру үшін шарты орындалмауда. Неге A тең B, B үлкен C болған жағдайда үшбұрыш құрастыру мүмкін? A тең 2-ның n дәрежесі, B тең 2-ның n дәрежесі және де C тең 2-ның n минус 1 дәрежесінің жағдайын қарастырайық. Сонда барлық шарт орындалады. Демек, осында бізде B қосу C шарты берілген, оны өрнектегенде осы қалыпқа келтіреміз. Яғни осы жақтарын қысқартсақ, 3 артық 2-ден болып қалады, және де бірінші шарт орындалуда. Осы шартта орындалуда. Демек, 2-ның n плюс 1 дәрежесі әрдайым артық 2-ның минус 1 дәрежесінен. Үшінші шартты қарастырмауға да болады, себебі бізде A тең B-ға болып келеді. Неге A тең B, B тең C болған жағдайда үшбұрыш құрастыру мүмкін? Барлық жақтарын 2-ның n дәрежесі деп алсақ, сонда барлық шарт орындалады. Себебі 2-ның n дәрежесі қосу 2-ның n дәрежесі әрдайым 2-ның n дәрежесіне артық болады. Оны өрнектесек, 2-ның n плюс 1 дәрежесі 2-ның n дәрежесінің артық болғанына келтіреміз. Демек, тапсырмамыз тек осындай жақтар бар үшбұрышты іздеуге айналады. Жауапты қалай санаймыз? A тең B, B тең C жақтары бар үшбұрыш құру тәсілдері. Мұнда біз комбинаторикадан алынған теру формуласын аламыз. Себебі бізге осы тең жақтары бар таяқшалардан үшеуін теріп алу әртүрлі тәсілдері қажет. Бізге олардың реті маңызы ойнамағандықтан біз теру формуласын қолданамыз. Оны k-ны 3 деп алсақ, осында n факториал бөлу n минус 3 факториал, 3 факториал болып формуламыз шығады. Енді n минус 3 факториалды n факториалмен қысқартсақ, бізде тек қана n көбейту n минус 1 көбейту n минус 2 бөлу 3 факториал формуласы шығады. Оны санау өте оңай. Тек қана осы n-дерді көбейтіп 6-ға бөлсек. Және де маңызды жағдай, бізде n әрдайым 3-тен артық болу қажет. Себебі 3-тен ұзындығы таяқша болмаса, сондай үшбұрыш құру мүмкін емес. Үшбұрыштың үш жағы бар. Жауапты әрі қарай қалай санаймыз? Демек, A тең B, B үлкен C жақтары бар үшбұрыш құру тәсілдері осындай. Біз тағы да теру формулаларын аламыз. Және де осында, осы формулада біз теру формуласын x санына көбейтуіміз керекпіз. X көбейту теру. Осы жақтағы біздің x дегеніміз ол A ұзындығынан кіші таяқша саны. Демек, C ұзындығы бар таяқшаның саны.
демек 2-нің 1 дәрежесі. n ол бізде ұзындығы a таяқша саны. Демек ол 2-ден артық болуы тиіс. Біз осы a тең b шарты орындалатын. Демек a ұзындығы бар қабырға санын іздейміз. Демек олардан 2 таяқша алу тәсілдерін теру формуласымен іздейміз. Дәл осында болғандай, бірақ жай 3-нің орнына 2 сан қоямыз. X ол бізде a ұзындығынан кіші таяқша сан. Демек ол C мәніне сәйкес болатын барлық таяқша ұзындықтары. Оны X деп белгілесек, бізде осындай формула шығады. X көбейту теру k тең 2 деп алсақ, n бізде айнымалы, сосын сондай формула шығады. Мұнда осыларды қысқартсақ, осындай формула шығады. n көбейту n минус 1 көбейту x бөлу 2. Осы жауаптарды жай ғана суммасын тауып, біз үшбұрыш құру мүмкін тәсілдерін шығарамыз. Демек есеп солай шешіледі, асимптотикасы солай тең болып келеді. Кодына қарасақ, жай ғана сол формуланы жазамыз. Міне, минус 1, минус 2, оны 6-ға бөлем. Демек, мұнда біріншіден 2-ге бөлсек, сосын 3-ге бөлсек, оның мағынасы өзгермейді. Және де осы жерде дәл сол формула. Оны жай жауаптарға қосам, жауап ол бізде құру тәсілі бастапқыда 0, әрі қарай оған мәнін өзгертеміз, яғни құру тәсілдерін қосып, сонда шығарамыз. Келесі тапсырма бізде C тапсырмасы ближайший города деп аталады. Шектеулеріне қарасақ, ол бізде 2 секунд, 256 мегабайт. Ближайший города бізге n санының бар өсу ретімен орналасқан A массив берілген, және де осы массивке m сұрақтар қойылған. I қаласы I нүктесінде орналасқан. Әрбір I қаласы үшін тек бір J жақын қала бар. I қаласы үшін J қаласы жақын деп саналуы I минус AJ модульдегі кіші I минус AK модульдегі әрбір K үшін орындалуы тиіс. Демек, модульдегі айырымы I мен IJ I-дың басқа массивтерге басқа әрбір санмен айырымнан әрдайым кіші болуы тиіс. Сол жағдайда ғана ол жақын қала деп аталады, J қаласы. Демек, жақын қала бойынша қозғалу құны бізде бір операция, ал басқа қалаларға жол құны I минус IK деп саналады. K ол бізде жақын емес массивтегі орналасқан қалалар. Әрбір MI сұрағы L қаласынан R қаласына дейінгі минималды жол құны табу қажет деген сұрақтар. Осы минималды жол құнын қалай табуға болады? Шешім. Демек, осы мысалды қарастырайық. Есеп шығару барысында бізде 5 қала бар. Бірінші қала 0 нүктесінде, екінші қала 8, үшінші 12, 15, 20 нүктелерінде орналасқан. Бізде m тең 5-ке дейін 5 сұрақ бар. Және де осы қаладан бастап, бірінші қаладан 4-ші қалаға жету, біріншіден 5-ке, 3-тен 4-ке, 3-тен 2-ге, 5-тен 1-ге қалай жетуге болады? Сұрақтарда индексі 1-ден басталады. Бір қала сол, міне. Екінші қала міне. Шешімі. L кем R жағдайын қарастырайық. Біз L қаласынан бастап R қаласына дейінгі әрбір қала бойынша өтсек, шыққан жол құны минималды болады. Себебі осы жол аралығында жақын қалалар кездесуі мүмкін. Олар жол құнын азайтады.
оны әрбір i жақын қала i-1 немесе i+1-де орналасуымен дәлелдеуге болады. Барлығы массивтің қатаң өсу ретінде берілгеніне байланысты. Сонда біз әр көршілес қала арасындағы жол құнын сақтап, оның суммасын есептегенде жауабы шығады. L-1, R-4 сұрағын қарағанда, міне бірінші сұрақ. Бізде жауап 3 болып қалады. Себебі осы аралық бойынша аралау құны 3. 0 мен 8 арасындағы жол бізде құны 1. 8 пен 12 арасындағы жол құны 1. 12 пен 15 арасындағы жол құны 1. Себебі 0 қаласы үшін 8 ол ең жақын қала. 8 қаласы үшін 12 ең жақын қала. 12 үшін ең жақын қала 15. Сондықтан осы жолда құн 1-1-1 болып қалады. Жалпы құны 3. Екінші сұрақтарға қарағанда ол бізде 1-5, құны 8. Себебі 15 қаласы үшін бізде 20 нүктесінде орналасқан қала жақын болмайды. Себебі 15 азайту 12 3-ке тең, ал 20-дан 15 азайтсақ ол 5-ке тең. Демек 15 үшін 12 қаласы жақын. Сол үшін де 15 нүктесіндегі бар қаладан біз 20 нүктесінде орналасқан қалаға 5 операциядан өте аламыз. Жалпы құны 8. Осындай құны 1. Демек, көршілес қалалардың өту жол құнын есептесек, оның суммасын жай біліп, біз жол құнын біле аламыз. L кіші R жағдайына әрі қарай қарастырсақ, көршілес қалалардың жол құнын есептегеннен кейін жол құнын қалай тез білуге болады. Көршілес қала жол құны есептелінгенде массивті B деп атайық. Сонда осы жерде B ол бізде 1-1-1-5-ке тең болады. Сонда жауап бізде тек сол B массивіндегі L индексінен R индексіне дейінгі сумма екенін көруге болады. Ал суммаларды префикс сам әдісін пайдаланып, бір уақытымен санауға болады. R кіші L болғанда біз A массивін кері аударып, L кіші R жағдайында қолданылған тәсілді пайдаланамыз. Суммаларды санау үшін префикс сам әдісін пайдаланамыз. Демек, осы жағдайда біздің құнымыз 5, ол жағдайда құны 5 болып қалады. Код бізде осында берілген, асимптотикасы O, F, осыны тек көршілес қалалардың құнын есептейміз. Мынау бастапқыда, мынау кері аударғаннан кейін әрі қарай жай ғана префикс суммасын пайдаланып, prefr минус prefl, sufr минус sufl деп шығарамыз. Тапсырма солай шешіледі. Әрі қарай бізде тапсырма D безумный монстры деп аталады. Шектеулерінен қарасақ, ол бізде 2 секунд, 256 мегабайт. Безумный монстры. Бізге n саны бар A мен D массивтері берілген. Ол n құбыжықтарды сипаттайды. I құбыжығы I ұры күші мен DI қорғаныс күшіне ие. Құбыжықтар берілген тізбекте тұр. Демек, I индексі артуы бойынша ойын n секундтан тұрады. Әр секунд сайын әр құбыжық өз оң мен сол көршілес құбыжығына шабуыл I күшімен жасауда. Дәл сол секундта құбыжық алған шабуыл саны оның қорғанысынан асса, ол қайтыс болады. Әр секунд сайын қайтыс болған құбыжық санын шығару керек. Шешуіне келетін болсақ, ол өз-өзімізге сондай құбыжық қайтыс болатындығын бірінші секундтан қалай білуге болады деген сұрақ қойсақ. Жауабы
i минус 1 қосу i қосу 1 ол артық болады di-дан. Демек di ол бізде қорғаныс, ал шабуыл жасаған көршілес құбыжықтардың күш суммасы бізде қорғанысымыздан асса, сол жағдайда осы i құбыжық қайтыс болады. Құбыжық өлгеннен кейін қалай қайтыс болған санды келесі секундтарда әрі қарай санауға болады. Жауабы: біз тек ең жақын 10 мен сол әлі тірі құбыжық шабуыл күшімен салыстырамыз. Демек шартымыз бірінші секундта i минус 1 қосу i қосу 1 артық di болуы ең жақын 10 мен сол құбыжық индексі i минус 1 мен i қосу 1 болуына байланысты. Ал әрі қарай l бізде сол жақтан ең жақын әлі тірі құбыжық, оң жақтан ең жақын әлі тірі құбыжық белгілесек, формула l қосу r артық di болып шығады. Осы l мен r қалай тез санауға болады? Шешуі linked list әдісін қолданайық. Мысалы, i элементі жойылса, i минус 1 үшін r индексі енді i емес, i плюс 1-ге өзгереді. Ал i қосу 1 үшін l индексі i орнына i минус 1-ге өзгереді. Демек, біз жай ғана қазіргі қайтыс болған i құбыжықтың l индексі үшін r индексі i индексінің r индексі болып табылатын, ал i құбыжықтың r индексі үшін l индексі i индексінің l индексі болып табылатынын белгілеуіміз қажет. Оны linked list әдісімен шешуге болады. Код осында берілген, ассемблотика сайналған. Барлығы linked list әдісіне байланысты. Linked list әдісі бойынша біз осы r-тен басында бірінші секундта r-тен i плюс 1 деп белгілесек, l бізде i минус 1 деп белгілейміз. Демек, әрбір i үшін оның r мен l индекстерін есептеу. Бірінші секундта ол неге i плюс 1 мен i минус 1 болатынын мен басында дәлелдеймін. Себебі біріншіден бізде барлық құбыжықтар әлі тірі. Демек, ең жақын тірі құбыжықтар бізде i плюс 1 мен i минус 1. Әрі қарай осы кезекке біз осындай шарт орындалса, демек бірінші секундта кім өлетінін біз санап, i монстр өлсе, i құбыжығы өлсе, біз оны кезекке саламыз және оның өлетінін осы бұл массивінде белгілейміз. Әрі қарай осы кезекте бізде қайтыс болған құбыжық индекстері болса, оның өлшемі, демек q size, ол бізде осы секундта өлген монстрлар саны болады. Әрі қарай біз монстр индексін q деп белгілесек, осы жақта мен айтқан осы сөздер орындалады. Демек, i құбыжықтың l индексі үшін r индексінің i индексінің r индексі болып табылатын. Демек, r индексі үшін l индексі енді q үшін l индексі. Демек, q болмаса, мысалда осында көрсетейін. 1, 2, 3 деп белгілеп. Демек, 2 үшін сол жақтағы құбыжық мынау болса, оң жақтағы құбыжық мынау болса, 2 қайтыс болғаннан кейін 1 үшін осы бірінші құбыжық үшін бізде оң құбыжық 3 болады, ал 3 үшін сол жақтағы тірі құбыжық бізде 1 болып қалады. Ал соны қалай белгілеуге болады? Демек, 2 үшін сол жақтағы тұрған құбыжық мына 3 үшін сол жақтағы құбыжық болып қалады. Ал 1 үшін дәл сондай шарт. 2 үшін оң жақтағы орналасқан құбыжық, демек 3. Енді 1 үшін оң жақта орналасады. Оны тек жай осында белгілеймін. Бір өзгеріс болса, біз оны сетке саламыз, ал сетте құбыжық өлген немесе өлмеген қарастырамыз. Өлсе кезекке саламыз, қайтадан
осы жаққа ораламыз. Тапсырмасы қалай шешіледі? Асимптотикасы n-log n болып қалады. Назар аударғаныңыз үшін рахмет. Лайк басып, комментарий жазсаңыз, және сұрақтарыңыз болса, осы Telegram чат пен каналына кірсеңіз. Баршаңызға рахмет, сау болыңыз.